Нағыз өмір 40 жастан басталады. Карл Юнгтың бұл ойлары психологияға және жеке дамуға терең көзқарасты білдіреді. Юнгтың пікірінше, 40 жасқа дейінгі кезең бұл адамның тұлғасы, қоғамның күтулері, отбасы, білім және мансап сияқты сыртқы факторлардың әсерімен қалыптасатын уақыт. Алайда 40 жастан кейін адам өзінің ішкі әлеміне көбірек үңіліп, шынайы өзін-өзі тану жолына түседі. Алғашқы оянулар 40 және 45 жаста. Адам 40 жасқа жеткенде, оның ішкі әлемінде терең ояну басталады. Өмірдің бірінші жартысында адам көбінесе қоғамның күтулеріне сай әрекет етіп, білім, мансап, отбасы және әлеуметтік мәртебе сияқты сыртқы мақсаттарға бағытталған болды. Алайда 40-тан асқанда ішкі сұрақтар кезеңі басталады. Бұрын үлкен амбициямен және күш-жігермен құрылған тұлға бұрынғыдай қанағат әкелмейді. Адам жастық шақта оны анықтаған рөлдер мен жетістіктердің оның ішкі әлеміндегі шынайы менін көрсете бермейтінін түсінуі мүмкін. Дәл осы сәтте Юнгтың индивидуация тұжырымдамасы іске қосылады. Адамдар қоғам жүктеген бетперделерден босап, өздерінің шынайы мәніне жетуге ұмтылады. Бұл ояну көбіне ішкі мазасыздық түрінде байқалады. Бұрын мағынаға ие болған нәрселер енді бұрынғыдай қуаныш сыйламайды. Егер адам өз жетістіктері мен мүлкіне қанағаттанбаса, ол мұның себебі неде деп ойлана бастайды. Мүмкін, ол мансабының шыңына жеткен шығар, бірақ бұл шың оның күткен бақытына келмеген. Мүмкін, ол жылдар бойы сақтап келген қарым-қатынастарында бір нәрсе жетіспейтінін сезінген шығар. Бұл ішкі мазасыздық кейде дағдарыс ретінде көрінеді. Адам өмірінің дұрыс бағытта емес екенін сезіп, түбегейлі өзгерістер жасағысы келуі мүмкін. Бұл кезеңде жиі жұмыс ауыстыру, үйлену немесе ажырасу, басқа қалаға көшу, немесе жаңа хобби табу сияқты шешімдер қабылданады. Бірақ бұл өзгерістер тек сыртқы әлеммен шектелмеуі керек. Шынайы түрлену іште жүреді. Юнгтың пікірінше, осы жаста жан тереңінде жасырынған және басылып келген қырлар бетке шығады. Ал бейсаналық өз жайын барған сайын көбірек білдіреді. Адам өмір бойы қабылдап, бойына сіңірген құндылықтарына күмән келтіре бастағанда, ол өзін және нені қалайтынын жақсырақ түсінуге бейім болады. Бұл процесс бір жағынан бостандық сыйласа, екінші жағынан ауыр. Себебі ескі болмыс жойылғанда, оның орнына не келетінін болжау қиын. Егер адам ұзақ жылдар бойы белгілі бір мінез-құлық үлгілерін ұстанса, сол үлгілерден бас тарту қорқынышты болуы мүмкін. Бірақ бұл қорқыныштың артында үлкен әлеует бар. Өзінің шынайы менін тану мүмкіндігі. Юнгтың пікірінше, өмірдің екінші жартысындағы бақыт пен тыныштықтың кілті сыртқы табысқа ұмтылуды тоқтатып, ішкі қанағатқа назар аудару. Сондықтан ояну кезеңі бұл адам өз жанын түсініп, ішкі даусымен байланыс орната бастайтын саты. Бұл кезеңде адам өміріне жаңа мағына берудің түрлі жолдарын іздейді. Рухани тақырыптарға, философияға, өнерге немесе жеке дамуға қызығушылығы артуы мүмкін. Өмір енді тек жұмыс пен қаржылық пайдамен шектелмейді. Ішкі қанағат, рухани тұтастық және терең қарым-қатынастар маңыздырақ бола түседі. Бұл үдеріс барысында көптеген адамдар бала және жастық шақта ұмыт қалған әуестеріне қайта оралады. Бірі жазуды бастайды, бірі сурет салады, бірі табиғатта көбірек уақыт өткізеді. Адамның бейсанасында ұзақ уақыт бойы өз сәтін күткен тілектер дәл осы жылдары көрініс табады. Ояну процесі бұл өткел кезеңі. Мұнда адам өткеннің көлеңкесінен босап, жаңа болмысын қалыптастырады.
Ол бұрынғы өзі мен болғысы келетін бейнесі арасындағы алшақтықты байқап, сол алшақтықты қысқартудың жолдарын іздейді. Енді өмір сыртқы жетістіктермен анықталмай, ішкі қанағатқа негізделген сапарға айналады. 40 жасты тек орта жас дағдарысы ретінде ғана емес, адамның өз мүмкіндіктерін толық ашатын кезең ретінде қарастыру керек. Сондықтан да Юнг айтқандай, нағыз өмір 40 жаста басталады. Өйткені дәл осы жаста адам алғаш рет өзімен өзі болуға батылдық танытады. Екінші қайта бағалау 45 пен 50 жас аралығы. 45 жасқа келгенде адам өмірінің екінші жартысын сезіне бастайды. 40-тың басында бастан өткерілген тәжірибе адамның ішкі әлеміндегі кейбір қайшылықтарды анықтап, оның өміріне күмәнмен қарап, жаңа көзқарастар қалыптастыруына себеп болады. Алайда бұл түсініктің өзі жеткіліксіз. Өзгеріс үшін саналы түрде қайта бағалау процесі қажет. Өткенге мән берген кезде адам батыл түрде өзіне айна ұстап, болашаққа жаңа бағыт айқындайды. Бұл жылдар адамның мен кіммін және қандай өмір сүргім келеді деген терең сұрақтарға жауап іздейтін уақыты. Оның өткендегі идеалдары, армандары мен мақсаттары қайта қаралады. Адам жастық шақта ерекше ынтамен айналысқан істерінің шынында да қаншалықты маңызды екенін өзінен сұрайды. Мансап, отбасы, қарым-қатынас және әлеуметтік орта жайлы терең ойлар қалыптасады. Кейбір адамдар үшін бұл кезең өткендегі таңдау мен шешімдердің дұрыстығын тексеретін сәтке ұқсайды. Кейбір адамдар өздерін дұрыс жолда жүргендей сезінсе, басқалары қате бағытта екенін түсініп, өзгерістердің қажеттілігін сезінеді. Мүмкін, ол бір жұмыста ұзақ жылдар бойы істеген шығар, бірақ қазір бұл жұмыстың енді бақыт әкелмейтінін түсінген, немесе ол өз некелік өмірінде бір нәрсе жетіспейтінін сезген шығар, не болмаса ұзақ уақыт бойы басылып келген эмоциялар бетке шыққан болуы мүмкін. Енді адам заттарды, жағдайларды сол күйінде қабылдаудан гөрі саналырақ таңдау жасауға бейім болады. Бұл процесс адамға өзіне мен шын мәнінде нені қалаймын деп сұрауға мүмкіндік береді. Бұл кезеңде өзіне неге деген сұрақ қойып, оған шынайы жауап бере бастайды. Бұрын сыртқы әлемнің күтулеріне бейімделуге тырысқан адам енді өзінің ішкі дауысына құлақ түреді. Юнг психологиясында бұл индивидуация процесінің ең маңызды кезеңдерінің бірі. Адам әлеуметтік рөлдер мен сыртқы әлемге көрсететін болмысынан шығып, өзінің ішкі тұтастығын іздей бастайды. Өмір бойы басылып келген қалауларымен, қорқыныштарымен және ұмтылған қырларымен бетпе-бет келу бұл кезеңнің міндетті бөлігі. Адамдар енді тек табыс пен мәртебеге ұмтылмай, өмірлеріне көбірек мән бергісі келеді. Бұл кезеңде эмоционалды ауытқулар жиі байқалады. Адам өткен қателіктермен бетпе-бет келген кезде, ол сонымен қатар өзінің болашағын қалыптастыруға да тырысады. Бұл ішкі сұрақтар кейде өкініш сезімін тудыруы мүмкін, басқа мансап жолын таңдамағаныма өкінемін. Көбірек саяхаттауым керек еді. Бүкіл өмірім жұмыспен өтті. Өзіме уақыт таппадым деген ойлар санада орын алуы мүмкін. Қайта бағалау процесінде адамдар жиі кездесетін тағы бір мәселе қартаю шындығын түсіну. Жас кезде дене мен ақыл әлде қайда төзімді болғанымен, бұл жаста физикалық және психологиялық өзгерістер айқынырақ байқалады. Алайда бұл кері кету емес, даналықтың басқа деңгейіне өту процесі. Енді физикалық күштің орнына өмірлік тәжірибе, рухани тереңдік алдыңғы қатарға шығады. Адам бұрын маңызды болып көрінген нәрселердің шын мәнінде онша құнды еместігін түсініп, артық нәрселерден арыла бастайды. Бұл азырақ, бірақ мәндірек қарым-қатынастар құрады. Және өмірден көбірек ләззат алудың жолдарын табады.
Бұл кезеңде кейбір адамдар мансабын немесе өмір салтын түбегейлі өзгертуге шешім қабылдайды. 45-50 жас аралығы өмірін өзгерту үшін маңызды бетбұрыс кезеңі. Бұл жылдар адамға өзін және өмірін қайта ашуға, бұрынғы сенімдері мен әдеттерін қайта қарауға, артық жүктен арылуға мүмкіндік береді. Және өмірді анағұрлым саналы түрде сүруді бастайды. Адам сыртқы әлем ұсынған нәрселерге ғана емес, өзінің ішкі әлемінің қажеттіліктеріне де құлақ түреді.